28 маусым халықтың көзі, құлағы һәм тілі болып жүрген бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің төл мерекесі. Мерейлі мерекеге орай Келес ауданының әкімі Ахментай Еспаев мылтықсыз майданның майталмандарын құттықтап сый-сияпаттар тарту етті. Журналист қоғамдағы жақсылық атаулыны жаңғыртып, жамандық атаулының жер-жебіріне жететін қаламгер, қайраткер. Журналист мінездің адамы. Ол кез келген мықтының алдында ләппай тақсыр деп жүгіре жөнелмейді. Ақпаратты елге жеткізуде журналистердің тапқырлығы, дәйекті шынайылықпен ұсынуы, көркем тілмен көмкеріп өңдеген ерен еңбектері осынау атаулы датада еленді. Шара барысында Ахментай Үсенұлы ақпарат айдынында ел игілігі үшін талмай тер төккендерге сәттілік тілеп, жүрек жарды, жылы лебізін жеткізді. Бүгінгі қуаныш мереке, төл мереке иелері, мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздерге мына шығармашылық жолында үлкен табыс тілеймін. Сіздердің енді мына бұқаралық ақпарат құрал өкілдері, қызметкерлерінің өзі, қызметінің өзі мен үшін сонда қызықты да қиын сияқты түйдеді. Өйткені қай жерде қандай жағдай болмасын, ол қуанышты жағдай немесе басқа да бір жағдайларға барып қатысып басында бірге жүретін кездеріңіз болады. Оның өзі де семьялық жағдайға байланысты көптен қиындықтар туғызуы мүмкін деп мен өзім ойлаймын. Сондай қиындықтар да бар. Соның бәріне төзіп осы мамандық, өздеріңізден таңдаған мамандық қой, шындығын айтқанда мамандық иесі болып осы қызмет атқарып жатқандарыңыздың өзі үлкен, қазақи тілмен айтқан кезде баға жетпес сондай байлық деп түсінуге болады. Бүгінгі күн арнайы сіздердің кәсіби мереке күні болып белгіленген. Сол кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Елімізде жақсылықты, қуанышты күндер көп болсын. Сіздердің әрбір шығармашылықтарыңызда тек қана ауданымыздың емес, облысымыздың, еліміздің қуанышын көптеп ести берейік. Жақсы іс-шараларға қатысу, республика деңгейінде үлкен биік белестерді бағындыру барлығы да орындала берсін. Аман болыңыздар. Құрметке бөлінген бақ өкілдерінің қатарында біздің телеарнаның қызметкерлері де бар. Жалпы алғанда кез келген журналистика саласының маманы үшін ең үлкен сыйлық ол халықтың ризашылығы. Дегенмен де мерейлі мерекеде әкім мырзаның 4-ші билік өкілдерін шет қалдырмаған үшін Келес келбеті газетінің редакторы Гүлдана Мұсабекова өңірдің басшысына өз алғысын білдірді. Ұжымымыздың атынан, жеке өзімнің атынан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Аудан келгенде 4-5 жыл болды, жыл сайын елеп ескеріп шақырып мерекеміздің осы сый-сияпатыңызды ұсынып құттықтап атасыз. Бұл да бір сіздің көрегендігіңіздің белгісі деп ойлаймын. Әріптестерімді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құдай қаласа жазарларыңыз таусылмасын, айтарларыңыз таусылмасын, қаламдарыңыз ешқашан сиясы таусылмасын. Тек қана елімізде тек қана жақсылық болсын, жақсы жаңалықтармен әрқашан бір-бірімізді қуанта берейік. Өткен ғасырда қарулы адам қауіпті саналса, қазір ақпаратпен қаруланған адам өте қауіптілер қатарында. Осыдан кейін ақпараттың салмағын безбендей беруге болады. Халыққа айтарымыз, жазарымыз таусылмасын. Әрдайым жақсылықтың жаршысы, қуаныштың хабаршысы болып, жағымды жаңалықпен көкжиегі көз шалмас, көгілдір экранның алдына жайғасқан талғампаз көрерменнің көңілінен орын ала берейік. Мереке құтты болсын. Халима Мақсатқызы, Асан Қазақбаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.